Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Сіздерді жаңаша бір әдіспен таныстырып өтетін боламын, яғни ол компьютер әдісі деп аталады. Компьютер әдісін сабақтың бірнеше кезеңінде қолдансаңыздар болады. Бұл компьютер әдісін топтық жұмыста, жұптық жұмыста қолдансаңыздар болады. Егер оқушыларыңыз 4 топқа бөлінсе, 4 данасын, немесе 3 топқа бөлінсе, 3 данасын шығарып алсаңыздар болады. Астында тінтуірдің суреті бар. Бұл жерде оқушылардың санына қарай шығарып алсаңыздар болады. Сонымен қатар, бұл жерде тінтуірдің 4 түсі берілген. Бұл 4 түсін оқушыларды топтастыруға қолдансаңыздар болады, және тапсырмаларды орындатуға болады. Мына жерге, бос жерге оқушылар өзінің тапсырмаларының жауаптарын жазса болады. Сонымен қатар, мониторға, экранға бұл жерге тапсырмаларды, тақырыпшаларды, мазмұндарды және есептерді беруге болады. Өте керемет әдістердің бірі. Сабақтарыңызда қолданып көріңіздер міндетті түрде. Осы дайын шаблонды алу үшін осы видеоның астына описание бөліміне Telegram каналдың сілтемесін тастадым. Сол сілтемеге кіріп, тіркеліп, осы дайын шаблонды алып сабақтарыңызда қолдансаңыздар болады. Кәделеріңізге жарасын. Осы видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда тағы да пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын.